Сәлем барша көрермендерге, сіздермен бірге мен Рейд Шоу және де Майнкрафт Story Mode емес. Себебі неге Майнкрафт Story Mode емес? Себебі мен каналымда контент жоқ. Кәдімгі мықты бірдеме жоқ. Бір сөзбен айтқанда, енді мен бір мықтырақ бірдемеге түстім. Бір суровый, серьезный затқа көшемін деді. Майнкрафт деген бәріне жалығып кетті. Мен енді бір серьезный бірдемеге түстім. Шынымды айтсам, Five Nights at Freddy. Мен шыңыратын, айқайлайтын бірдеме шірдене болатын шығармын. Айыптамаңдар. Ал кеттік. Бірінші түн. Қорқынышты екен. Так. Мынақты не бар? Дауыстан да мына ойынның жартысы. Жоқ та. Жоқ. Қорқа бастадым мен. Так. Жоқ. Қорқынышты. Мына не дауыс? Бірінші түнді шыдауым керек мен қалайда. Сендер білмейтін шығарсыңдар, бірақ мен шынымды айтса шынымен қорқып тұрмын. Мен айқайласам айып етпеңдер. Қорқытатын кезде құлақтарын жапқандарыңды сұраймын. Бісміллә деп қойық. Так, ештеңе жоқ сияқты, что-то. Негізі барлығы айтады, осы ойын қиын деп. Қорқынышты ғой. Қиын дейді бәрі. Несіне ғой, 3-ші сағат 6-ға дейін шыдауым керекпін. Басылмайды. Тұр, қара. Жоқ. Көрдіңдер ме? Көрдіңдер ме?
көрдіңдер деп үміттенемін. Жоқ, мына арттағы ойыншықтардан емес, жаңағыдан қорқып тұрмын мен. Көз жарқырап қарады. Шошып барады. Көрдіңдер ғой. Көрдіңдер, осы кезден көрдіңдер деп ойлаймын. Себебі мына есікті қарадым, мына есікті қарау керек. Қорқынышты ғой мына ойын деген. Бүгіндікке осы қорыққаным жарайтын сияқты. Ал егер достар сіздерге бұл видео ұнаса, лайктарыңызды басуға ұмытпаңыз. Және де менің каналыма жазылуды, және де деген сөзде көп болып кетті. Және де дегенді азайту керек. Және де. В общем, айтқым келгені сіздерге, егер сізге бұл видео ұнаса, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Және каналымызға жазылыңыздар. Сосын күшті комментарияларыңызды жазуға ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған Raid Show және де Five Nights at Freddy 4. Сау болыңыздар.